Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте оңай жасалатын, бар болғаны 15 минутыңызды ғана алатын осындай керемет пиццалардың жасалу жолымен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен таза ыдысқа жұмыртқаны жарып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде жұмыртқаның сорты я болмаса жылы болып тұру ешқандай маңызды емес. Сол үшін холодильниктен алып, бірден пайдалана берсеңіздер болады. Кейін осыған 4 ас қасық майонез және 4 ас қасық сметана қосып араластырамыз. Сметананың майлылығы мен 20% қолдандым. Кез келген, яғни 15%-тен бастап қолдануға болады. Барлығын біркелкі масса болғанға дейін венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Және соңында 9 ас қасық ұнды қосып, қамырымызды жасап алатын боламыз. Қамырдың консистенциясы тура видеодағыдай болу керек, яғни кішкене қоймалжыңдау, қоюлау болады. Қамыр дайын болғаннан кейін ары қарай салмасын дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп алыңыздар және қоңырауша батырмасын басып қойыңыздар. Сол кезде менің каналымда шығатын видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Салмасына мен бүгін тек сосискені ғана қолданамын. Оның орнына кез келген шұжықты 4 бұрышты майдалап турап қосуға да болады. Сондай-ақ қызанақты және тәтті бұрышты да қосып пісіруге болады. Өте дәмді шығады. Пиццаның салмасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша және фантазияңызға қарай өзгерте бересіздер. Бұл жерде мен тек қана сосискені қолданған себебім біздің үйдегілер артық зат қосқанды онша ұнатпайды. Сол үшін тек сосиски және үстіне сыр қосқан болатынмын. Сырды осылай үкіштен өткізіп аламыз. Менде бұл моцарелла сыры, не болмаса кез келген басқа сырды қоссаңыздар болады, бірақ дәл осы моцарелла пиццаға өте жақсы келеді. Табаны қыздырып, үстіне май құямыз, астын өте баяу отта қоямыз және үстіне біздің қамырымызды орналастырып, бір тегіс етіп жайып шығамыз. Қамыр көріп тұрғандарыңыздай қатты қою да емес және қатты сұйық та емес, дәл осындай консистенцияда болу керек. Сол кезде пайдалануға өте ыңғайлы болады. Менің каналымда бұдан бөлек көптеген оңай рецепттердің, тағамдардың, сондай-ақ үнді өнімдердің және тәттілердің рецепті сақталған. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Кейін үстіне кетчупты жағып шығамыз. Мен осындай силиконовый кисточканың көмегімен жайып шығамын. Бұл өте ыңғайлы. Егер болмаған жағдайда қасықпен жайып шықсаңыздар да болады. Бұл жерде менде кішкене кетчуп аз болғандықтан үстіне тағы да кішкене қосып, тағы да жағып шықтым. Кейін үстіне біздің майдалап туралған сосискеларды, не болмаса колбасаны орналастырып, оның үстіне үкіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз және табаның бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа баяу отта пісіретін боламыз. Қамырдың асты күйіп кетпес үшін және толығымен пісіп шығу үшін бізде міндетті түрде баяу отта пісіруіміз керек. 15 минуттан кейін біздің пиццамыз пісіп шығады. Піскеннен кейін теңдей бөліктерге бөліп, дастарханға ұсына береміз. Ыстықтай жеген өте дәмді болады. Балаларыңыз пицца сұраса және оны дайындап отыруға уақыттарыңыз болмаса, дәл осы пиццаны жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді шығады және көп уақыттарыңызды алмайды. Сол үшін міндетті түрде жасап, нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Пиццаның толық құрамын жазбаша түрде описание бөлімінде қалдырдым. Сол жерге кіріп көре аласыздар. Достар, сіздерге менің видеом ұнаған болса, рецепт ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, маған қолдау білдіре отырыңыздар. Баршаңызға ас болсын.